Сәлем достар, бүгін менде қонақта сіңілім. Бәріңізге сәлем. Мен атым Әдемі. Мен Адёка деп айтам, видеоның барысында солай атайтын болам. Бүгін бізде пеште пісірілген тауық пен картоп, духовкада пісірілген, және де өте дәмді соусы бар. Және біз өзімізде жасадық кетчунес, сондықтан ас болсын. Ас болсын. Онымен қоса біз не жасаймыз? Қолмен жіберем ғой деймін. Болды, болмады деген ойын ойнаймыз. Бізге басқа сіңіліміз сұрақтар дайындап берді, біз оларды көрген жоқпыз. Соус дәмді. Осындай ыдыста сұрақтар, сен бірінші ал. Хабарламаны байқамай басқа біреуге жіберіп қойған кез. Менде болды. Болды. Менде де. Көбінде WhatsApp-тарда болады ғой. Тезірек удалить у всех деген басасың. Еще өзінде ғана только у меня деген бас кетіп вообще. Там болады. Шатас кете. Менде болған ондай кездер. Тоже көп болса болды деп айтсам да болады. Мен есіме түсіре алмай тұрмын қандай. Бірақ болған. Мен біреу туралы айтып отырдым. Құрбылармен біреуді жамандап отырдық та. Өсектеп деп па. Сосын сол кісі маған жазып қалды. Айтып отырған кісі. Сосын мен шатасып, ана кісіге жазып жібердім. Бірақ ол түсінбей қалды, шын мәнінде түсінбеді деп үміттенем. Өйткені ол айтты. Не дейсің, маған жазып жатқан жоқсың ғой деймін, деп не қалды. Сосын мен, ой, басқа жаққа деп, өйткені мен жібергенде сразу оқып қойды. Бірден оқып қойды. Сен есінде жоқ па деп бір қызықты сондай мысал. Көбінде өзім тезірек удалить етіп тастаймын болды. Оқыған жоқ қойдым мен ешкім. Бірақ ол функцияның ұнамайтын жағы да бар менде. Саған жіберіп удалить етіп саған да. Еще на жерде Қызықты болады. қалқалады емес па орны? Удалить сообщение деген сияқты. Мен алам. Біздің терезе ашық тұр, дауыстар болатын шығар. Біреу берген сыйлықты басқа біреуге сыйлаған кез. Болды. Қандай сыйлық? Маған сестренкам берген болатын подарканы. Кейін оны біз алдық та, соң жаңағы Мадинаның подругаларына бере салдық. Сондай істория. Көп сөйтеді ғой. Менде бұрын ондай болмайтын. Мамам айтатын, соны бере салсаң, үйде бар емес пе деп. Мен ұрыстадым, неге олай жасауға болмайды. Саған берілген сыйлықты вообще ашып салу керек пе деп. Басқа біреуге арнайы алу керек деп солай. Түсінбейтін, бірақ осы жолы өзім де маған біреу кәмпиттер берген, жай кездескенде. Мен соны басқа кісіге апарып бере салдым. Өте ұят болды маған бірақ. Мен сыйлық салынып тұрған пакетті берген. И ол пакетті маған сол кісі берген болып шықты. Оны айтты, мен саған жаңа жылда берген осы пакетті де. Мен оны келесі жаңа жылда беріп тұрмын ғой. Бірақ
сыйлығын бере салмағаныма рахмет. Мен өзім алып бермеймін. Тут арақ пен суды шыдастырып ішіп қойған кез. Болған жоқ, мен сондайды көрген кезде бірінші иіскеймін. Ненде? Андай қонақтар келген кезде ғой сондайлар болады көбінде. Қалқалған. Иіскеймін. Иә, иіскеймін да, содан кейін барып нетемін, сол кезде болған жоқ менде ондай. Мен шықпаймын. Кейбіреулер айтады ғой. Бір стопқа арақты ішіп қойдың, байқамай деп. Ол қалай байқамай? Еще жұтасың, сонда ойланбай жұта салама қалай? Саған біраз айтып берейін ба? Мен бұрында Қапшағайда тұрған болатынмын. Иә, өзі бір құрбым болатын. Кішкентай кезімізде бірге қайтып, солай жүретінбіз. И маған соны айтады, менің папам мынандай үлкен тұрған литровый, кажется, полторашка или сондай майды ішіп қойды деп. И маған айтады, что оны до конца ішті деп. Байқамай то. Сосын мен кішкентаймын. Мен оған сен қалдым да. Мен папаға барып, өз папама барып айттым. Сосын папа айтады, қалай ол сонда бір глоток жасағанда байқалады ғой, что сол емес екені, май екені. Білмеймін, солай айтты деп. Мен кішкентаймын, оған уже сен қалған ғой. Сосын қазір ойлансам, вообще нелогично болып табылатын нәрселердің бірі болып табылады. Өтірмін. Может, байқамай ішіп қойдым деген кісі арақ ішкісі келіп ішкен шығар, может. Келесі сұрақ. Есіңнен танған кез. Болды. Иә. Тағы қалған ба ол? Иә. Қашан? Аварияда. Авария болды ғой. Соның кезде мен қыста жаңа жылда сабақ біткенде каникул кезінде мен әрдайым мамандарға барып тұратынмын. Кейін сол күні тағы да бара жатқам ғой таксимен, өте кеш шықтық сол күні, шынды айтсақ. Қыста 5-тен кете шықтық. Дала қараңғы уже. Кейін біз келе жаттық, мен артында отырдым, мен өзім іштей бір нәрсе сезіп отырмын, что қазір бір нәрсе болады. Мен бәрі ұйықтаған жоқ болатын. Мен бір нәрсе сезіп отырмын, бірақ не екенін білмей отырмын. Бір кезде дауыс естіледі, кәдімгі соғылған. Мен оны көрген жоқпын көзбен. И уже талқағанмын, уже оянсам, біздің машина былай тұр, и бәрі, короче, шығып кеткен. Машинада мен ғана жатырмын еще соның ішінде. Сосын мен тұрып кеттім, шоғыш кеттім, мен түсім сияқты шығарам анау деп мені машинадан шығарады. Мен сол кезде ең бірінші рет талған, өмірімде ең бірінші рет талған кез болды сол. 2019 ғой деймін, шындай. Сол 2020 болар кезде ғой. И сол январь деген қазақша қалай? Қаңтар. Сол кезде. Қазақша оқисың ба, неме? Сол кезде болған болады. Бұдан кейін ешқашан талмаған. Ең бірінші өмірімдегі сол кез болды. Менде ондай болған жоқ. Бізде мектептен не күннің астында линейкада тұрғанда соңғы қоңырау дегендерді талатын адамдар. Тұрады. Алды ғой еще дүңк деп қойған. Бізде де болған. Еще балалардың арасында тұрғанда да қалайды. Айналадағы адамдар нететін сияқты, мән бермейді. Бәрі жақсы деген сияқты ары қарай жалғастыра береді. Бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Ыстық күнде күннің астына балаларды тұрғызып қойған деген. Еще қаншама уақыт. Өте көп тұрады. Иә. Бәрі көп сөйлейді. Тұрады. Ұнамайды маған сондай кездер. Иттен қашқан кез. Менде болған. Болды.
қайда. Қапшағайда тұрғанда сол кішкентай кезінде. Сіздер бірінші айтып бер. Ең бірінші ауылда сенбілік болады деді. Содан кейін бірінші сыныпта біздің бір көшеде көп бала тұратын, біз бір сыныптан. Содан Еркежан деген қыз бері қарай келе жатты да, жолда Санияны алып, Сания екеуі маған келеді, біз үшеуміз Қайрат дегенге барамыз. Сосын бәріміз бірге барамыз. Содан бізге сыпыртқы алыңдар деді. Оны қолдан жасайтын ол кезде. Бәрімізде болды. Біз алдын ала дайындап қойдық. Сосын кетіп бара жатқанда Қайраттың үйіне кірсек, ол әлі жасамапты. Оның әкесі енді жинап жатты сыпыртқыны. Сосын біз күтіп тұрдық оны. Соның күшігі болды кішкентай. Кішкентай емес, бірақ былай. Орташа. Сол бізге қарай жүгіріп келе жатыр. Ана екі қыз тұра берді. Ал мен шошып кеттім да. Жүгіріп қаштым. Ол менің артынан жүгіріп келді, былай қолымен маған секіріп, санымнан, бөксемнен, қалай айтады, тістеп алды. Сонымен алғашқы және соңғы рет ит қапқан кезім болды. Содан кейін тағы бір рет қашқан. Қалада оқып жүрген кезде, ол кезде үлкенбіз, 9-шы сынып па, 8-шы сынып па, Лаура деген мен құрбым болды, екеуміз магазинге кетіп бара жаттық. Магазин алдына жеткен кезде бір ит бізге келді, үрді қатты. Мен Лаураның артына тығылып тұрдым, ол қатты үрді. Содан мен шоуға шығаннан ана магазинге жүгірдім. Былай тура жол болды, кішкене ғана жер болған. Содан мен ойладым, қазір жетем дедім де жүгіріп кетіп бара жатқанда ит автоматты түрде менің артымнан жүгірді, қуалап. Бірақ біреу алдымнан шығып, әйтеу итті қуып жіберді ары қарай. Содан кейін ол құрбым маған ренжіді. Мен қашқан кезде оны былай итке қарай итеріп қаптым да жүгіріп кеттім. Мен бірақ оны өзім байқаған жоқпын. Ол өте ренжіді. Солай қашқам. Так. Мен иттен 2 рет қашқан кезім болды. Қапшағай қаласында тұрған кезде папамен сабақтан келе жаттық. Мен ол кезде сонда бір оқыдым, бір немесе екеуін біреуінде оқыдым. Қайтып бара жаттықта екі жолға келдік. Екі жаққа біреу бай кететін, біреу бай кететін. Мен үйім мына жақта, папам бай кетсе уже жұмысқа кетеді. Ары қарай кету керек болды да. Дай пока дедік та екеуміз. Мен өзім бұрылдым да кетіп бара жаттым. Соның мына жақта бір үйлер болатын. Соны қарап кетіп бара жаттым. Бір ит маған қарайды, мен оның көзіне қарап тұрып қалдым. Мен де уже чувствовалған сияқты болды, мен қазір қашам деген сияқты. Мен қарап тұрып қалдым, ана маған үре салды. Андай болды ғой, темір қашалар сияқты. Өзінің тесі бар екен сол жерде. Сол мен бұрылдым, мен сумкам ауыр ғой. Бірінші сынып, екінші сыныпта да білесіздер ғой, қандай сумка ауыр болады, неше қанша кітап. Қаштым ғой мен, айғайладым, папа деп. Сосын мен еще біріншіден бай түстім, еще бүйтіп шықтым, короче, жаман болды. Сосын папам мана қарады наконец-то, сосын жыладым. Сосын ол жерден қорқатым қайтуға. Бірақ сонда да қайтып жүрмін, қайтем енді бірақ жол. Амалым жоқ. Амалым жоқ. Иә. Екінші кез магазиннен кетіп бара жатқан, магазиннен қайтып бара жатқан болатын. Біз жер үйде тұрамыз ол кезде. Біз мемориялардың жанында. Барған жоқпын. Жер үйде тұратынбыз. Содан кейін магазиннен қайтып бара жатқан, магазиннен қайтып бара жатқан пакетін тоже ауыр толған ананың іші. Мен неге вообще сондай нәрсеге жүрген ойлаймын әлі. Содан кейін келе жатқанда тура сол жерден өттім мен еще. Қарадым, артындағы күшіктермен қуалады ғой мені. Қаштым ары қарай. Бізде былай ғой, көрсетейін бе? Андай 4 бұрышта былай. Мына жақтан болады, мына жақтан қайтуға болады. Бірақ айту сужым өтесін типа. Жол көрініп тұрады аналарға. Екі жақ жолда көрініп тұрады. Сосын бүйтіп айналып келіп ана жақтан тұрдым, тосып, біреу шығатын шығар деп, сосын бір кісі келе жатыр екен. Өтіп кеттім тезірек, жұмыртқам жарылып қапты. Магазиндегі адам сол жұмыртқаны ең астына салып жіберіпті. Содан кейін болды, вообще ешқашан қалаған жоқ.
ұмытты кеттім ғой. Мен инстаграмнан андай картинкалар болады ғой, сонда көрдім. Иттің тілді өстіп ит саған қарап тұрған кезде сенің оған деген жаман ойың жоқ екенін, оған мүлдем қатысың жоқ екенін білдіру үшін осы итке қарап тұрып, ақырын сол жағыңа қарап, қайтадан оған қарау керек екенсің. Соны ол түсінеді екен. Сосын ол да саған тиіспейді. Білмеймін, бірақ қаншалықты жұмыс істейді, бірақ мен өте қорқамын иттен. Қазір менде сондай фобия, білмеймін. Оны тексеріп көрейін десем, мен тексере алмаймын, өйтіп тұра алмаймын. Келесі сұрақ. Бір көргеннен ғашық болу. Бұлар маған ондай тақырыптарын айтпайды. Жасырады өте. Не болды? Менде андай болады өте. Білмеймін, қазір айтуға бола ма ол туралы деп. Ғашықтық болғандан деймін. Қалай айтса болады? Мысалы, ақындар жиі ғашық болады ғой, бір өлең шығару үшін, неше түрлі адамдарға ғашық болады. Мысалы, Мұқағали Мақатаевта Ныға, Жыға деген өлеңдері көп қой, бірақ оның өзінің жан жары болған, тұрақты түрде оны жақсы көрген десем болады. Бірақ солай ғашықтық сезім бола беретін деген ғой. Енді орысша айтқанда влюбленность. Не любовь, а просто влюбленность. Ғашықтық сезім. Мысалы, біреу маған ұнағасақ, мен құрбыларыма келіп, маған ұнап қалды деп соны айта беріп, сондай болатынмын. Бірақ болады ғой, типа, андай, қандай әдемі, типа, ұнайды түрі, сондай болады да, бірақ болды. Олармен, мысалы, жақын араласа келем, ұнайды болды. Бірақ мен де шын айтамын, ондай қатты жақсы көру деген нәрселер болған жоқ, мен көп ұлдармен де сөйлеспеймін ғой. Басқа ұлдар білмеймін. Чай ұнату деген болады, қалай? Иә? Ғашық болу үшін бірінші орын жақын өзін білім керек, қандай адам екен. Мысалы, маған бір адам әдемі болып тұрады. Әдемі не болады ойлайсың ғой, бірақ оның кішкене сөйлескеннен кейін ол маған мінезі ұнамай қалса, маған бәрі болып кетеді. Егер мінезі де маңызды деп айтуға болады. Қылықтары, бәрі. Ойымша солай. Содан кейін барып қана жақсы көресің. Сені сыйлауы. Наша? Керек аялдамадан өтіп кетіп, қайтадан қайтқан кез. Болған. Қайда? Тағы қанша қайда ғой. Бірақ сен өзі кішкентай болдың ғой. Бір мен шын айтам, 0-шы класстан 2-шы классқа дейін ғана оқығам. Сол кезде мен өзім жүретінмін автобуспен. 2-ші сыныптан бастап қана ғой, сол автобуспен. Ал мына жақта мен көп жүрмеймін ғой. Мен қатты қарап отырамын остановкаларға, былай. Ал бұрында маған бәрі болатын. Остановка кішкентай автобустар ғой. Адам деген қысылып тұратын ол кезде. Өте алмайсың, кішкентай автобустар, мысалы 10-шы автобус. Сондай автобустар болатында бәрі кіріп топырлап тұрды, ана әрең өтесің ғой еще. Сол кезде мен өтіп кеткен болатынмын сол кісілердің кесірінен. Жоқ. Мен автобуспен 9-шы сыныпта жүре бастадым. Оған дейін мен қай автобус қай жаққа барады, қандай біздің қалада қандай көшелер бар, мүлдем білмейтінмін. Өйткені біз тұрған жерімізге өте жақын болды мектеп. Ал басқа жерлерге көлікпен баратынбыз, әкеммен, қонақтарға бір жерге барсақ. Ауылға ғана бардық қойдым, бірақ кафеге барсақ та, басқа да барлық қажетті дүниелер, аурухана, ол кезде еще дисктарды прокатқа алатын жер болған, DVD-мен көруге. Соның барлығы біздің үйіміздің жанында болды, бәр жерге жаяу бара беретінбіз. Тіс дәрігері де, Буровадағы бар ғой, дәл жанымызда ғой.
Сосын мені ондай автобустармен ешқайда жібермейтін. енді Инстаграмда біреуге байқамай лайк басып, қайтадан алып тастаған кез. болды. Менде де өте жиі болып тұрады менде ондай. Ойлайсың ғой, көріп қалмаса екен. Ұйықтап жатып төсектен құлап қалған кез. Болды. Мен есімде жоқ. Бір кішкентай күнде болмаса былай болған жоқ. Былай жерге қатты құлайсың да, оянып кетесің да, қатты жатып ұйықтағансың, оған қатты мән бермейсің да, мыналарды ойлап отырасың. Көбісіне ұмытып кетесің ғой, бірақ менде болды. Шынында да болды. Түстен құлаған кезім. Өте жаман. Ауырады. Дұдық деген қатты. Мен кейбір үйде мүмкін бір үйренбеген жерге жаттып ұйықтағанда ана келе жатқанда аяғымен сезесің ғой бітіп қалғанын. Сонда шошып оянып кетемін мен. Құлап жатпай шуғанда. Екі алған кезде күнделіктің бетін жыртып тастаған кез. Болған жоқ. Мен өте қатты қорқатым сондай кездерде. Пепси. Даусын шығармашы енді. Сондай кездерде мен өте қорқатынмын, ондай жыртуға, сөйтуге қорқақ адамдардың бірі боламын ғой деймін. Кімнен, мамаңа? Бәрі бір қояды дегенде менде сондайлар болады. Бірақ мен бойлап қарасам бар ғой, өмірімде бір-ақ рет екі алған шығармын. Қазір ойланып көрейін. Әйтті бір-ақ рет алған есімде, бірақ екінші рет там есімде жоқ. Бір-ақ рет ғана есімде. Қорқам мен ондай кездерде жыртуға күнделікті. Білініп қалады ғой. Сондықтан солай. Еще технологиядан алғам сол екіні. Неге? Істемей барғам ғой. Немен? Біресе тігуге берді ма, біресе болды. Тікпей барғам ғой. Соған екі қойып берген. Үлкен жоян қып. Ал мен сабақты 5-ке оқығам, 7-ші сыныпқа дейін. Сондықтан мен мүлде екі алмайтын. Менің де есімде 2 рет екі алғаным. Ол бір рет ағылшыннан біздің сынып 2 топқа бөлінетін негізі. Сосын тұрақты бізге өзіміздің мұғалім беретін, ана 2-ші топқа басқа мұғалім беретін. Сосын біздің мұғаліміміз бір күні ауырып қалды. Ол 4-ші сынып болды. Емес, 5-ші сынып болды ғой. 5-6-ші сыныптар болды. Ол кісі ауырып қалды, өте жақсы кісі болған, Әсем деген апай, егер көріп отырсаңыз сәлем. Содан кейін бізге ана 2-ші группаның мұғалімі берді, бәрімізді қосып бір сыныпты. Содан кейін мен тақтаға шығарды, ана кісі өзінше бір қатал мұғалім, маған мүлде ұнамайтын, енді бәрі айтатын, қатал деп. Содан кейін мен тақтаға шықтым, түсінбедім, ешқандай тапсырма түк болған жоқ болған. Шықтым, ол кісі айтады, тақтаға 1 деп ағылшынша жаз дейді маған. Жазумен деп, цифрамен емес, жазумен деп. Понятно, цифрамен емес екен. Содан кейін мен білем, ол 1 деген 1 екенін. 1 деймін да, соң ойлаймын да тақтаға жазамын да W-A-N деп жазам. 1 деген сөйтіп жазылады деп ойлаймын мен. Сөйтіп жазам, содан отыр 2 олай емес дейді маған. Содан мен айтам, біздің апай бізге әлі өткізген жоқ бұл тақырыпты, біз білмейміз дедім, біздің топ білмейді оны дедім. Қалай өткізген жоқ ол, сендер білулерің керексіңдер деп сөйтіп сөйлеп, әкел күнделігінде дедім. Мен ол кезде ешқандай бермей қойып, жылап үйткен жоқпын, бардым да бере салмай, маған 2 қойып берді. Үйге келдім де қалай болды, солай мамама айтып бердім. Содан бері сол кісінің арқасында мен ағылшынды жек көріп кеттім. Мен мүлде оқымай кеттім ағылшынды. Білмеймін қалай 5-ке шығып жүргенімді 7-ші сыныпқа дейін, бірақ жек көріп кеттім соншалықты, сол 1-2 үшін. Соң екінші 2 менде тарихтан болды. Тарихтан
білмеймін не үшін екенін бүкіл сынып ек алды өзі бірдеңені жасамай қойдық па үй тапсырмасын орындамай қойдық па өзі мұғалім өте ызаланып кетті бірақ мен ол мұғалімді өте жақсы көрдім сыйладым өте және де ол справедливо дейді ғой қалай еді әділетті әділетті жасады негізі біз кінәлі болдық сол кезде бәріне 2 қойып берді бәрі отырды мен ғана жалғыз жыладым сыныпта шынымен де мен кінәлімін мен жасаған жоқпын менің кінәм мен 2 алдым деп бірақ жыртқан жоқпын күнделікті мамама барып тоже айттым осылай болды бәрі алды деп содан кейін 2-5-пен оны жоюға тырыстық бізге 1-2 алсаң сосын 2-5 алуың керексің сонда ана 2 жойылады. Мектепке барғанда сумкаңды ұмытып кеткен кез. Ауылда оққанға тарғанда оққадық қой сол кезде. Бірақ енді оны сен жарты жолда есіңе түседі ғой болды. Мен де сумканы ұмытып кеткен кез болған жоқ. Мен юбкамды киюге ұмытып кеткем. Қыста қалың колготкамды кидім да сосын курткамды киіп келген ғой содан кейін раздевалканың алдына келіп курткамды шешіп алсам юбкам жоқ әйтеуір алыстырмаймыз үйге барып оны киіп қайтадан келдім а так мен ұмытпаймын міне біреу саған қоймаған жүре қойсам ұлмен төбелескен кез болған жоқ. Менде де болған жоқ. Мен вообще ешкіммен қыздармен төбелеспеймін. Мен де қорқамын, бәрі ұлдарын жеңіп қалмай мен. Білмеймін, ұл қалай қызбен төбелеседі, біз қыз жарайды, иә? Ешқашан төбелескен жоқпын. Болмай. Енді Майзина Майзина деген апайым. Бірақ неше жас? 2 жас аралығы. Енді менің папам, оның мамасы туған ағасы мен қарындасы. Солай. Двоюродныймыз бәріміз, үшеуміз бір-бірімізге. Иә. Солай. Бірақ біз оған бөлелер болып келеміз ғой. Оның мамасы біздің папаларымыз, в общем. Ағайындылар бәрі. Мамасы біздің папаларымыздың қарындасы. Иә. Сен қарындасы. Енді екеуміздің папаларымыз, оның мамасы үшеуі туған деген ғой. Иә. Давай ананы оқы. Магазиннен бірдеңе ұрлап кеткен кез болды. Менде де. Сен қашан? Ондай істердің бәрі менің Қапшағайда тұрған кезде болды. Біз Қапшағайда оқыдық қой. Қапшағайда оқыған кезде фишка деген нәрсе популярный болатын. Мынандай кішкентай фишкаларды көп ойнайтынбыз балалармен, соны жеңу керек қой бізге. Соны всегда мектептен қайтқан кезде соны бағана айтқан бір подругам болады дедім ғой. Сонымен бірге қайтатынбыз всегда. И мен ол кезде қателеспесем фишка 5 либо 10 теңге сондай тұрады. Андай білесің жолдың шетінде тұрады ғой үлкен кісілер. Үлкен столдың үстінде. Сатып тұрады. Сол кезде жолдың шетінде тұрған жалғыз кісі мынандай столда тұр екен. Фишка көріп қалдым да. Қарадым, бірінші продавецқа қарадым, қол бос емес екен. Жан жақтағы адамдарға қарадым, потому что олар айтып қояды ғой. Не деп қарадым да ақырын анаған қарап мен жан жақтағы адамға қойдым, бірақ қолым кетіп бара жатыр анаған. Алдым да қалтаға салдым да зыттым болды. Потом ешқашан барған жоқ, мен қорқамын ондай нәрсе негізі. Просто мына жерде маған керек болды сондай нәрсе. Ақша жоқ менде бірақ. Ақша маған мама 30 теңге баруға, 30 теңге қайтуға 60 теңге. Потом пирожки немеге ғана санап беретін бәрін. Потом ақша жоқ болатын ғой сол кезде. Сондықтан маған артық ештеңе сатып ала алмайтынмын. Сосын мен ұрлап алдым, бірақ потом вообще ұрламадым. Иә. Менен бірінші мамамен базарда жүрдік. Мамамен. Содан кейін жеміс-жидек сататындардың рядында жүрдік. Мамам бағаларын сұрап, бірдеңке сатып алып жүрген кезде мен алдымда слива өте мынандай бір
болады ғой піскен андай сочный болып тұрады ғой слива, сондайлар жатты да, бірақ ондайды алмаймыз деді мамам маған. Содан кейін ол басқа нәрсе алып тұрғанда мен біреуін алдым да ақырын қалтама салып алып тұрдым. Содан кейін былай кетіп қалған кезде мамама көрсетпей жеп алдым оны. Өте дәмді болды, бірақ маған ұят болды. Содан кейін былай да, бірақ ол енді сондай бір үлкен нәрсе емес деп ойлаймын. Бірақ іштей өзіме ұят болды. Біз жарайды оны кішкене саналы түрде білеміз, сезінеміз, бірақ сондай ауру бар ғой, клептомания деген. Мама клептоман деген үйренемесің бе? Клептоман деген андай адам бір нәрсе ұрламаса жүре алмайды. Одандай уже әдет сияқты да, бір жерде жүрсе міндетті түрде бір нәрсе ұрлап кету керек. Сондай ауру болады, клептомания деп аталады. Сонымен бізде осындай видео шықты. Сіздер сұрадыңыздар каналда тағы да қонақтар болсын деп. Менде бір-ақ адам болды ғой, мен хинкали жегенбіз біз бір қызбен. Сондықтан сен екінші қонағымыз. Сіздерге видео ұнады деп үміттенеміз. Өз ойларыңызды жазып өтіңіздер. Жаңағы біздің сұрақтарға да сіздер жауап берсеңіздер болады. Сізде солай болды ма, әлде болмады ма? Бәріңізге сау болыңыздар. Пока-пока. Пока.